айттым ғой, төрт де утром во сколько встаете деді. Азында 10-да тұрам. Жоқ, жалғыз қызбын үйде. Кешке сіздің эфиріңізді күтетін болыппын дейді. Жандарым-ау, сізбен вообще күлмейді екенсіз. Мен кішкентайымнан менде әдет ол. Кіттайымнан сөйтіп үйреткен ғой. Бүйтіп баяғыда бүйтіп күлетінмін мен. Ол қазір бір тісім жоқ емес, құрсын тісім бар, просто мен көрінбейді үстіңгі тістерім. Андай ғой, кезінде мен кішкентай кезімде лестница бар емес па? Анау бірінші этажда кішкентай лестницалар, сол кезде мен құлағанмын иекпен. Сол кезде енді молочный тістерім не қылған ғой, сынған барлығы. Сосын сол уақытта енді қайтадан орнына тіс шығам деп жүрген кезде, кішкентай кезімде андай былай бүйтіп не қылатын. Истікіл деп айтатын да. Содан солай уже привычка кеткен ғой. Ойбай, Әлібек. Бір кісілер көрінбей, енді көрініп отыр. Если в твою сторону идет хейт от людей, то как красили? Блин, үйдегілер баста шипить ететін. Даже қайтесің ануды мынау. Но қазір кішкене үйрендім. Мен вообще өзім коммент оқымаймын. Арасында ашатынмын. Но қазір мен вообще оқымаймын. Сосын мен үйдегілерге ұрсам, коммент вообще оқымаңдар деп. Өйткені баста эфирге келген кездері мен коммент оқып, кәдімде маған хейт кеткен кезде мен ауырып қалам. Ауырып, еңсемді көтере алмай, содан кейін тасташы дедім, өзімнің денсаулығым, өзімнің тыныштығым өзіме маңызды ғой деп. Сағат айтып жүріңдер. Әлібек үндемейді. Телім орындалса шығатын емше. Біресе жақсы көріп бәлем. Жоқ, бекамен таныстық болмайды. Он же мой друг. Бір кісілер отписаться етіп тастапты өзі. Өмірдегі мақсатыңыз дейді. Макой, сенің нем бар мен өмірдегі мақсатымда? Типа бір ел қатарлы сұрақ қойғым келді ғой, я. Өміркен мен жалғасты ғой, я. Здрасте. Бай. Мана. Капец басым ауырды. Бай. Кездесу болды ма дейді. Алишер дейді. У вас дела, мадам? Ничего, хорошо, мне спасибо. Кездесу өткерменен дейді. Я билемейтін. Билемін бұйырса. Жақын арада. Өте жақын арада. Но постановкамды әлі қоймадым. Вот все, кусайские говорят, то, что не читает коммент. Почему? Ой, зачем оны оқып? Оған, знаете, қандай адамдар жазады? Оған өте бір негативщиктер бір болады ғой. Білмеймін, мен ондай адамдарды өзім негатив жазатын адамдарды мен санасы жоғары адам деп санамаймын. Сондықтан зачем оның сөздерін оқып, миында қап қойып? Өте оқымаймын. Адамдар өзінің өмірін қатырбасын.
бұрын тиіп қашып бүйтіп көретінмін, но прям қатты беріліп көрмегем. Өйткені жұмыста едім мен ол кездері. Ешкім сөзіме бермей кеткен дейді. Адам айтады өзін әдемі көрмейді, басқалар әдемі көрмейді. Иә, мен көп айтамын ғой сөзді. Жалпы адамның өзінің ішкі дүниесі қандай, ол басқа адамды да солай көреді. Мен мысалы қыздар көрем ба, прям андай бір вип-казашка мүлігін іздеп тұрам. Блин, ақыздың қай жері әдемі деп тартып тұрады адамды. А не так, чтоб бүйтіп көре алмаушылық, ондай. Бірақ маған тиіссе, мен аямаймын шы. Деп отсам, сәлем, сөйтіп қоспаш. Ойлай сағат дейтіндер. Кішкентай минут қалып еді, кішкентай деппін ғой, аз уақыт қалып еді ғой. Ертең бар ғой, ертең кіріңдерші мен стриміма. Пока подписаться етіп алыңдар. Ертең түнімен кірем стримға. Көресіңдер. Айналып тебетініңіз рас па дейді. Айналып тебетінді сен ғана білетін едің ғой, айналып десең. Өзі санаулық адам. Сізге капец хейт кетеді екен ғой дейді. Кетті ғой, талай. Ось время есть, определенное время должно быть. Да, 27 кетті дейді. Когда будешь спать? Мен қазір шығамда инстаға кірем, достар. Жоқ, прямойға емес. Инстада отырам. Тиктокта кіріп шығып рекордтыды. Қазір мен пока бетімді өшірем, барып жуынып келем деген сияқты. Лучше, чем мои. Спасибо. 27 кетті. 32 кеткенге дейін уақыт бар, Бекажан айналайын. Не салам мен сториске, менде даже бүйтіп сөйлеп сторис салғым кеп жүрген жоқ ше. Баста салатыным, қазір салмаймын. Ұмытпай сторис салшы деген айтып отыр едім. Қазір шығу керек, уже чуть минутта қалды. Ертең таңға сен отырып күтемін. Вот сол кезде бар ғой, лайк баспай, әңгіме айтпайтын болсындар, вообще кірмеймін прямойға. Өсек айтпаймын. Минут айтыңдар. Қазір штраф алып отырмын. Төлей алмай отырмын уже. 2 минут. Таңғы деп отырып бәріміз. Жиырма 29 кетті ма не? Қоя Асанбекова, сенің сағатың ерте. 1 минут. 30-ға 1 минут қалды ма? Алиева дейді. Рахмет. Алиева, шұғыла. 29. Қоштасар уақыттың жеткеніме отырым. Сколько? Штраф ол. Біраз штраф, достар ол. Сендерге 5-10 теңге емес ол. Получается, в Алмате... Да? Да. Қуып кетем же осы құттай жазам. Ана мені эфирде айтады ғой. Аруна эфирде басқа өмірде басқа деп ше. Шынымен де мен эфирдегі сөйлегеніме осы бүйтіп сендерге бүйтіп деп сөйлеп әңгіме айтамын ғой. Басқамын ба шынымен де. Айтып жүрмін, тез айтып жүрмін, соны білсем шығам. Уже так много. Я. Ол енді нарушение ғой. Я басқасына дейді. Түрін бүйтіп отырама, бүйтіп деп. Аруна дейді, ау. Я басқа эфирде конверт дейді. Уақыт.
одно время посмотреть дейді. Болды онда. Қазір подписаться етіп қойыңдар, ертең неше жерге кіреміз. Осы тиктоктан қазір инстаға кіріңдер. Қандай сторис саламайтындар үшін. Все, баршаңызға қайырлы түн. Ұйықтайтындарға қимаймын, бірақ кеттім. Эй, айтса киноға кім барғысы келді? Айту осыларды. 8 адам, сен бесеуін ғана айттың. 100 адамды айттым ғой. Қара, мен, Анна Батыр, Жанель, Азиза, Дина, Анна Батыр, сен. Мен бесеу санап бердім. менде еще А почему они не совместимы? Все же совместимы. Нет. Анна мен Батыр да бөлек. Сен бөлек, я бөлек, помнишь? Рахмет әншекке. Не ғой? Мистер Лайквей. Вообще, прикинь, орын жоқ мына шекерде. Вообще жоқ. Алдыңғы бірінші ряд пустой, ой, полный, пустой, қалғандар полный ряд. Бүгін не болды премьерасы? Ты вообще он сериал қарадың бей? Он сериалын қарадың ба? Қарамадым, сол наркотик туралы екенін түсіндім. Неге қарамасаң особо не? Бүйтіп айтуға болмайды ғой неқта? Қойш болмай ма? Ну, короче, андай, не деп айтады, киска дейді ма, кошка деп жүрмейді. Мяу. Мяу екен қосып бірдеңе жасайды дейді ғой. Короче, мен примерно білемін ол, как они впихивали кинода, қандай проблемы были, примерно былайша жазып білемін. Вообще, в целом, сюжет интересный, классный. Я вообще с первого размона и классно, да? И вся она нәрсені көріп, сосын барып, сосын это вообще там не ожидания. Ал андайша, қанша сериал? Ну, короче, 4 сезон басында хотя бір сезон көрсең күшті, уже сериал серия көп емес, и минуталар 40 минут, ой, 30 минуттан ба, сондай болды, типа веб-сериал сияқты ғой. В принципе, онда ертең түнге дейін қарап саламын. Иә. 1-2 сезон қарасақ, қалған 4 қарамай қалсаң болады. 8 сериядан ғой примерно. Оянамын, душқа түсемін, ертең залда жүгіріп бүйтіп қарап отырамын. Сен душқа 45 сағат бүйтіп көріп өтіп бара ғой. Иә. Қазір екі дарамын басып саған ғой. Екеуін қайтып қарамыз. Біреу көріп сериясы шықпай қойды, екіншісі полный шыққан екен, сол екіншісінің 4-ші сериясының бітіп жатырмын, беске келдім. Біріншісі про детские травмы, короче. Жылап атқан өткендегі. Сол более-менее был қызықтау. А судья Изада что-то особо не залетает пока. 4-ші серия көрдім, пока не залетает. Шекерді басташ лучше. Сол шекерді көріп, потом мяуды көремін. Одан кейін болды. 50 килограммов. 50 килограммов? 50. Малика, рахмет. Ой. Вот такой крутишь. Қарап тұрма. Менің отыным сенің отыңа. Шекер. Бір жағалауда мың шағала. Құй шарап. Шейк. Бірінші айтқандай, детский травма туралы ол семья по выбору. Неден шықты? Кеше қызы Диназбен таныстырды мастер. Бірақ мен ешкім таныстырмады. Бірінші маған заңға дейін Өсек бар? Күшті өсек бар? Я. Қандай? У меня челюсть отвисла. Дейтін ма? Примерно намекни? Нет, никак не намекну. Никак. Мен сразу поняла. Мен бүгін целый день андай интригаға ойнап отырмын адамдармен. Сосын айтамын. Айтуға болмайды. Примерно қазір 2 адамды ойлап тұрмын. 2 адам туралы. Но, скорее всего, біреуі. И мен ол нәрсені білетін сияқтымын. Кажется, сол сияқты.
Потом. Короче, менде екеу ғой, екі сөз бар. Біреусін, мне кажется, ты вроде бы түсініп тұрсың, екіншісін по-любому түсініп тұрған жоқсың. Уверена? Екіншісін білмейсің? Нет, имеется в виду, сен бағана екі адам деп айттың ғой. Ол біреу, одан бөлек тағы біреу сөз бар. Сен қазір мен басқа біреу туралы айтып тұр деп тұрсың, иә? Жоқ, екеуміз бір адамды ойлап Точно ма? Да. Ладно. Если ондай болмай қалатын болса, значит, сенде де маған өсек бар деген сөз ғой, жақсы ол. Обмен жасайсың. Ой. Рахмет, әншіпкем. Достар, кеттік. Лайк. Алсақ әшін не ата саламыз. Лайк емес, әшін біріне жібері сал берген. Чорт отылқам. Ешан жиырмасында смотрю танымаймын. Мен тренировкаға бардым. Молодец. Аконжымға ма? Иә. Тағы да сөйлесің бе сен олармен? Мания. Неге? Неге? Құрт құмысқан барлығына беріп жатыр ғой. Хозяин танысмайсың ба? Математик инстаграмға подпискасы қойыпты. Қайтар дейсің. Жоқ, төлеген жоқпын бірақ та. Андай мен кіріп жатырмын. Разовыймен. Менде по идее фитнес близко бар ғой. Карточка ма? Менде де бар. Близко бар, по идее, менде еще андай не безлимитный ғой менде. Қойш? Қанша айға? Бір жылға ма сондай. Қойш? Бір айға ғой. Не ғой, бірақ ол Тараздікі да, мен Таразда бар жүрмін ғой, мен ойлап жүрмін, Алматыға жарай ма, жарамай ма деп ойлап жүрмін. Жарау керек. Жарау керек, иә? Иә. Екеуі де андай бір сет қой, күтісі. Неге? Басқа киімдерім бар, киім бар, сумкам бар, бәрі бар, менде просто не жоқ, мотивация жоқ. Мотивация жоқ. Ана ебой не болды совсем? Не болды? Ебой не болды, ебоба болды ма? Звондамады ма не бүгін сендерге? Бүгін де анамады. Маған звондады. Не ғой, короче, наверное, она не была жатыр, я біз покупка, короче, ладно, сосын айтамын соларды. Покупкалар отыр ғой. Иә. Сонымен бір күн ба, екі күн ба менде отыр, сосын қалған тағы да отыр. Жарты күн болды. Бір күн сосын ертесі күні андай 15 күн еді. Мен кешегіні алмадым, бүгін алуым керек. Алу керек.